Желдей жеткіген уақыттың еншісінде сейілмес сағыныш, ескірмес естеліктер, ұмытылмас есімдер бар. Өмірде мәңгі тұрақтаған, тұғырын берік орнатқан жан жоқ жалғанда. Дүниеге келгенде маңдайға жазылғанды көріп, көктен бұйрық жеткенде бір сәтке аялдамастан бақиқаттанасың. Әзірге жаратылыстың бұл заңынан жаңылған ешкім жоқ. Айта жүрер бір нәрсе бар. Ол адамның есімі, оның көзі тірісінде жасаған игі істері. Адам өмірі кітап сияқты, мазмұны мен мұқабасы әртүрлі болады. Бірі әдемі мұқабасымен сөреде тұрса, бірі мазмұнымен қызықты болып, қолдан қолға өтіп, умаж-умаж болып, кірленіп, жыртылып та жатады. Бірақ ол оқылып қана қоймай, ел аузында да жүреді. Бұл да адам тағдыры сияқты. Бұл кіріспе сөзбен ардақты да, аяулы асыл жандарды еске алып, тарих қойнауына бастамақпын. Қазақ болғалы, талай ұлы тұлғалардың кіндік қана тамған, қасиетті де, қасіретті Семей даласында дүниеге келген ата-бабамыздың рухтарына бағыштаймыз. Бүгінгі күні 14 құрсақ көтерген, дүниеге 7 ұл, 7 қыз әкеліп, оның 6 ұлы мен 6 қызын өсіріп жеткізген алтын құрсақты аяулы анамыздың бақилық болғанына 1 жыл өтуіне орай, бауырымыз Ерболаттың қайтқанына 30 жыл өтуіне орай дұға бағыштаймыз. Рауза анамыз Қарқаралы уезіне қарасты 1928 жылы құрылған шежірелі шерлі ақындар мен батырлар, өнерпаздардың киелі мекені Абыралы ауданында 1939 жылы қазан айының басында әкесі Нұрахмет, анасы Рәпидің отбасында дүниеге келген. Ұлдан да, қыздан да қалған жалғыздар еді. Тарихты арғы Нағаш атамыздан бастайық. Нағаш атамыз Мұздыбай, арғын ішінде қошқар жалықпас. Нұрахмет 4 қыздың ішінде жалғыз ер баласы, бала кезінен зерек, және бір апай 3 қарындасына бас көз болып үйреніп қалған. Есе келе, шаруаға ерте араласып, 20 жасында ел басқарған. Колхоз председателі болды. Зұламат заман, ашаршылық жылдары өз басын қатерге тігіп, жолында кездескен ашқұрсақ бейбақтарға бір уыс бидай ұстатып кетіп, талай жанын сақтап қалған. Анамыздың айтуынша, ол кісі жайлы көп адамдар тек жақсы айтып, ұрпағын өскірлеп бата береді екен. Мінезінде бір кінәраты жоқ, ақаусыз адам болған екен. Рәпи апамыздың да ықпалы зор болды. Еңбегіне өте тиянақты, адал болды. Сонау ашаршылық жылдары үнемі басын қатерге тігіп, талай жанды аман алып қалды. 1953 жылы тағдыр сынағына ұшырап, Рәпи апамыздан мезгілсіз айырылып қалды. Рәпи апамыздан айырылған атамыз жалғыз қызы Раузамен бірге қайғы кешеді. 1955 жылы Қайнар Абыралы өңіріне Жарма ауданы Белтерек колхозына көшіріледі. Рауза сонда анасы бақилық болғанда небәрі 13-14 жаста еді. Кейіндері естеліктерінде айтушы еді, анам жарықтық, әкеміздің тағдырына қатты уайымдап, небәрі жарты жылда уайым жеңіп, тіземе басын қойып жатып, бақилық болды деп. Ал әкесі колхозда талай тағдырға араша бола жүріп, көрелмаушылардың көрсетуімен сталиндік репрессияға ілігіп, қамауға алынған. Сталин қайтыс болған соң ақталып шығады. Қоныс аударған соң өмірді де жаңадан бастауға тура келді. 18 жасында анамыз әкемізбен шаңырақ көтеріп, тұрмыстың қызығы мен шыжығына еніп кетеді. Әкелерінен гөрі 2 анасын таңдап бардым, жүрегім алдамады. Бір емес, 2 ананың қамқорлығына ие болдым дейтін анасынан ерте ажыраған анамыз. Солардың арқасында еш уайымдамай, дүниеге Алла берген ұрпақты әкелдім. 2 жалғыздың шаңырағы шаттыққа толды. Ризамын. Менікі емес, Алланыкі деп қашанда айтып отыратын анамыз. Қандай жағдай болмасын, басы аманның малы түгел.
Алла не берсе де қайырмен берсін дегені құлағымызға жаңылық тастай жатталды. Ел қатарлы бір күн отырмай еңбекті де қатар алып, үйден барлық шаруа, мал жанды бағып қағу, ауылдан таусылмайтын тіршілігі мен той домалақ, жиындарда әкемізден қосылып әуендететіні, ауыл сахнасында өнер көрсететіні тағы бар еді. Қолы қалт еткенде шығарма, арнау, тіпті қара өлеңде шығып кететін жүрегінен. Анамыз кейінге дейін ауыл өнерпаздар ансамблінің мүшесі болып, сахнаны босатпайтын. Әжелер хорында өнер көрсеткен. Әкеміз домбыра мен баянның құлағында ойнайтын. Сахман кезінде де күні-түні аянбай еңбек етіп, жоспарды асыра орындайтын. Атамыз Баймұхаммед шат-шадыман, келін емес, қып-қызыл алтын, маңдайға біткен бақ қонды, ырыс келді босағамызға деп нағыз бақытты сезініп өтті. Сол екі анасы мен атасын әкемізбен арулап жөнелтті. Олды ұяға, қызды қияға қондырып, 1994 жылы ауылдан қалаға қоныс аударды, немерелеріне жақынырақ. Балалардың ішінде әсіресе анасына жақын ерекше біреуі әр отбасында болатыны заңдылық. Анамыз көрінеу сол ер бөкенімен бірге тұруға қалаға асыққаны да содан еді. Отбасында 9-шы боп дүниеге келген Ерболатын еркелетіп тек солай атайтын. Бірақ амал не? 9 айдан кейін 95-ші жылдың жазында 25 жасын толтырып, Ербөкені бұл жалғанмен қоштасып кете барды. Анамыздың жүрегі қағайырылып, қан жұтып тұрса да, қайтейін, қарсы тұрып жасаған иеме қидым, өзі берді, өзі алды. Енді тек қалған бала шағам аман болып, соларға ғұмыр берші деп, Алладан тілеумен болды алтын құрсақ аруана. Уақыт аяусыз өтіп жатты. Алайда ана жүрегі бір сәт Ербөкенін ұмытқан емес. Даналық сонда, басқа балалардың көңіліне қаяу түсірмейін деп мұның көрсетпейтін. Қандай жағдай болмасын, басы аманның малы түгел, біз асыққанмен Алла асықпайды. Әлі ақ бәрі жақсы болады деп, сабырмен жаныңды тыныштандыратын құламамыз. Ерболаттың әлемі расында бөлек. Қарасан көз тоятын, жігітке тән сөзі мүлдем аз. Бір мезетте 10 шақты шаруаның бетін қайратын өте пысық. Тиянақты, шапшаң қимылмен тәнті ететін. Анамыздың қамын ойлап, 4 түлікті жайлау. Әп сәтте мал сою, бие сауудан бөлек, көзді ашып жұмғанша малды сауып, шелек-шелек сүтті қорадан шығарып үлгеретін. Оның бәрі анаға деген шексіз махаббат пен құрмет еді. Өртеді ерте жанымды өртке, ғұмырың сенің болғаны келді. Әніммен бірге мәңгі жасашы, жүрейін сені әніме шерде. Кеңешек сені бітпес бұлаққа, білмей батарын күннің жылапта. Сұраймын жалғыз жаратқанымнан, жайыңды сенің етсін жұмақта. Есімің қалсын мәңгі сақталып, достарың бүгін отыр еске алып. Амалсыз қалған жарың жылайды, тағдырға мынау мұңын ақтарып. Есімің қалсын есте сақталып, достарың бүгін отыр еске алып. Амалсыз қалған жарың жылайды, тағдырға мынау мұңын ақтарып. Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама.
анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе деп ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүр алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп, аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенді жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шолдаған немерең тып-тыныш боп есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таң елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Жақсылықтан жақсылыққа бөлене беріңдер. Алланың бергенде тәуба, осы өмірді маған. Жақсылық бола берсін, бола берсін. Сұрасаң ұрымды қара кетек, достым ал, дұшпаным көбай, қылғаны сегай. Әридадай дұбай, әридадай дұбай. Ахоу, әридадай дұма, ай, әридадай дұмай. Бекжанымның қарын ашып жүр-ау деп отыр. Барлығыңа сәлем. Бекжан, қарғам, қарның ашып жүр ма? Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бол өмірде, жалын биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, ағымның шегі, ақ сүт берген анашыма.
әлемді бір қолымен тербеткен, жарығын оның сыйлап көрсеткен, мәңгі жұмақ аналардың мекені, жоғын тауып перзентіне бар еткен. Ару ана не өтпеді, көрмеді, сонда риза, әңгімесі жөндеді. Сұрасаң ырымды қара кесек деп жиында жөнелетін әндете. Болса да анау ала, мынау құла, жаралғандай төзімнен әй бір дана. Қарғаларым сендерді бір алла ғой, байлық қылып берді дейтін маңдайыма. Біз тұрғанмен уақыт тұрмас бір орнында, зымырап өте шықты сол бір жылдар. Нанын салып, құрт қайнатып, етті асып, сапырғаны қымызды көз алдымда. Көз алдымда көк бие, қымыз қора, үйге кірсең бөлмелер гүлге тола. Ашық есік күнінде әрлі-берлі жататұғын үлкен кіші ағла. Біреу жоқтап келеді, біреу сынап, ыстық шіркін сонда да ауыл бірақ. Кеттіңіздер дәлелдеп бұны дағы, расымен өлім деген үлкен сынақ. Анамыз бұл жалғанда 30-дан аса немере, 40-тан аса шөбере көріп, 85 жасқа толған шағында бұл фәнимен қоштасты. Қайран ана, өзін менің пірімсің, ұрпағың қалды, сен әлі де тірісің. Сен айтқан әр әнінді жаттадым, көз алдымда түр әлпетінмен жүрісін. Абзал ана, асылдан қой сүйегін, біз бармыз, тоқтамады жүрегін. Сен демалған мына ауаны, сен сүйген мына даланы, анашым дәл өзіндей сүйемін. Сіздер біздің жүректерімізде мәңгі сақталасыздар. Жатқан жерлеріңіз жарық, топырақтарыңыз мамық болғай, қабірлеріңіз нұрға толсын.